Бүгін біздер сағаттар туралы айтамыз. Сағат білу, сағат айту, сағат сұрау туралы айтамыз. Ол үшін біздерге келесі мәселелерді білу керек. Ол оң жағында араб тілінде және оқылуын, жазылуын жаттап аласыздар. Сол жағында қазақ тілінде. Бірінші дақиқатун дақаиқ. Яғни дақиқатун минут, дақаиқ көпше минуттар. Фәниятун сауани секундтар. Саатун саат, яғни сағаттар. Сосын жаңағыдай 4-тен 1 бөлік, яғни 25% осында да рубун, яғни 3-тен 1 бөлігі сулус, 2-ден 1 бөлік нысф, яғни жартысы деген сөз ғой. 2-ден 1 бөлігі жартысы нысф, осы сөздер. Және таңғы, сабахан, түнгі, лейлан, кешкі, масаан, таңғы уақытта, яғни таңғы уақыттағы намаз уақыты фаджран, және талтус, зохр уақыты зохран, аср намаз уақыты кезінде асран, сосын толық, яғни тамаман, әл-ән деген, яғни қазір деген мағына. Сосын жаңағыдай кәм, қанша деген, яғни кәмес саату деп айтасың, сағат қанша, кәмес саату, сағат неше болды деген сөз. Сосын бикам деген бар, қаншадан, бағасы қанша деген сөз. Мысалы, бір кітапқа негесі хада бикам деп айтсам болады. Бұл неше теңге тұрады? Бикам. Немесе біреуге барып, кәмес саату, сағат қанша болды? Сол кезде жаңа осы сөздерді жаттау керек. Яғни осы жазылған, аталған сөздерді жаттап алуымыз керек. Ал енді сағат айтудың өзіне көшетін болсақ, онда мына жерге қараймыз. Қызыл стрелка ол сағат, ал көк стрелка минут белгісі. Кәдімгідей қазақтар бәрінде бірдей, яғни 5, 10, 15, 20, 25, 30 минут кетті дегендей жаңағыдай қарап тұрасыздар. Мысалы, сағат 10-нан 10 кетті. Қызыл стрелка 10, көк 10 кетті. Қалай айтамыз біздер? Ас-саатул ан, сағат біздерде қазір 10-нан 10 кетті. Ас-саатул ан ашарату وعشرة دقائق. الساعة الآن 10 و10 دقائق. يعني 10 الساعة 10 يعني 10 болды. және деп минутын айтамыз. 10 دقائق. 10 دقائق деп. Ол жаңағыда оңай. Сандарды біліп жаттап алған болсаңыздар. Екінші мысалы 6-тан 5 кетті дейік. Кәм ас-саату деп сұраса, ас-саатул ан 6 أو немесе الساعة الآن الساعة السادسة و5 دقائق деп айтуға болады. الساعة السادسة و5 دقائق. يعني 6 час 6 сағат. Немесе الساعة الآن ساعة 6 و5 دقائق. 6-тан 5 кетті деген мағынада. الساعة الآن 6 و5 دقائق. 6-тан 5 кетті деп қосамыз. Мысалы 4 болды сағат. الساعة الآن 4 تماما. немесе الساعة الرابعة تماما. яғни толық сағат 4 болды. Ровно 4 болды деген мағына. Яғни толық сағат 4 болды деген. الساعة 4 تماما дейсіз. деген мағына. Жалпы көбіне арабтар кей кезде лейлан, сабахан, фаджран, зохран, асран деген сөздерді қосады. Неге? Ол жаңа күндіз бен түнді айыру үшін. Мысалы мен айтсам, сағат 8-де кездесеміз десем. Нәттақи фи саа ат-тамина. Сағат 8-де кездесейік десем. Ол қай 8? Егерде біз сағат где-то 5-6-ларда жүрген болсақ, немесе күндіз жүрген болсақ. Яғни кешкі 8 болып қалуы мүмкін, немесе таңғы 8 болуы мүмкін. Сол үшін олар айтылады ас-саату ат-тамина. Кешкі болса, мысалы, масаан. Яғни бүгін болса, бүгін ал-йаум деп айтасыз. Ал-йаум. Яғни ол сөзді қосамыз. Ал-йаум. Ертең, букра, ғадан деген сөздер. Букра, ғадан деген сөздерді қосып жібереміз. Яғни ас-саату нәлтақи фи сағати ас-садиса. Яғни біздер сағат 6-та кездесеміз. Ас-садиса мысалы нешеде? Фаджран. Яғни таңғы сағат 6-та, фаджр уақытындағы сағат 6-та деп олар қосып айтады. Яғни ас-саға фи саа сания зохран деп айтады. Яғни сағат 2-де. Қай түнгі 2 ма, күндізгі 2 ма десе, жаңа талтүстегі 2. Өткені зохран деп айтты. Яғни нәлтақи фи саа сания зохран. Яғни сағат 5-те кездесеміз. Ас-саа хамиса асран.
асран сағат 5-те аср уақытындағысы. Қашан? Әл-йеум деп қосып айтамыз. Түсінікті ғой? Яғни кей кезде жаңағыдай жарым деген сөздерді мысалы 4:30 ас-саату рабиа ва саласин деп айтпай қоюға болады. Жаңағыдай уан нисф деп айтамыз. Деп айтамыз. Немесе жаңағыдай 20 кетті, 4:20 кетті. Ас-саату рабиа ва сулус. Немесе ва 20 дақиқа деп айтуға рұқсат. Яғни 4-тен 1 бөліп, яғни 15 минут па қаншалық? 15 4-тен бөліп. Сағат 4-тен 15 кетті. Ас-саату рабиа ва руба деп айтсақ. Немесе ва 15 дақиқа деп те айтуға болады. Ал енді 4:30 жағында айтсақ, ас-саату рабиа ва нисф 4:30. Енді 4:30-нан 5-ке қарай қалай кетіп бара жатады, оны айтатын болсақ, оны жаңағыдай мысалы 30, 35, 40, 40 кетті, 50 кетті деп айтылады ғой біздерде. Оны солай айтуға болады. Біріншісі жаңағыдай ас-саату рабиа ва 35 дақиқа. Яғни 35 кетті, сағат 4-тен 35 кетті. 40 кетсе, яғни 40 деп айтамыз. Ас-саату рабиа ва 40 дақиқа. Яғни 40 кетті, және 40 минут деген сөз. Дәл солай 45, 40 дақиқа, ва 50 дақиқа деп сөйтіп 45 минут кетті, 50 кетті деп айтылады. Немесе екінші варианты ас-саату хамиса деп айтуға болады. Өйткені ол 4:30-нан 5-ке қарай кетіп бара жатыр ғой. Яғни 35 кетті дейтін болсақ, ас-саату хамиса илля деп айтамыз. Илля, яғни жетпей тұр деген илля. Илля 35 дақиқа. 35 дақиқа. Яғни 35 минут. Сағат 5-ке 35 қалды. 35 қалды. Түсінікті ғой? Жаңағыда 40 минут қалды десе, аса хамса илля 40 дақиқа. 50 минут 10 қалды, яғни 5-ке 10 қалды. Аса хамиса ва 10 дақиқ. Яғни 10 минут қалды. Осылай жаңағыдай сағатты бәрін үйрендік. Демек осы сабақта біздер сағатқа байланысты, сағат сұрауға, сағатты атауға байланысты сөздерді бәрін ұғып алдық. Оның бәрін біздер жаттап алуымыз керек. Бір 3-4 сабақта сіздер жалпы санға байланысты, айға, күнге, сағатқа байланысты араб тілінде мағлұматтар білесіздер.